беріп тұрамыз. Болды? Жақсы балалар. Енді біз қазір сендермен бір-бірімізге жылы тілек, жылы лебіз айта отырып, өрмекші торын жасаймыз. Барлығыңа сәттілік тілеймін. Алдыңа қойған мақсатыңа жете бер. Денің сау, бай қуатты, аман болыңдар. Аспандарың ашық болсын. Арманың орындалсын. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Арманың биік, қиялың жүріп болсын. Зор денсаулық және ашық аспан тілеймін. Жақсы. Мақсаттарың айқын болсын. Жақсы. Білімім мол, денім сау болсын. Жақсы. Менің әлмен сөзім бар жіберем. Жақсы. Сәттілік көп болсын. Бақыт бол. Жарайсың. Жылы бәрі жақсы болсын. Жақсы. Әрқашан ауырмай денсаулығың жақсы болсын. Жақсы. Әр жылдағы мақсаттарың айқын болсын. Жақсы. Әлемнің бетін келер еді. Аспаның ашық, жолыңыздың жарық болсын. Ал енді. Әрдайым күндеп жүр. Әрдайым күндеп жүр. Жақсы. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Міне, енді қараңдаршы, ортамызға қарайық. Бізде керемет өрмекші торы пайда болды, иә? Көріп отырмыз. Міне, осындай барлықтарың бір-біріңмен ауызбіршілікте, тығыз байланыста болуларыңа тілектеспін. Әрдайым осындай өрмекші торы сияқты мықты бір-біріңмен тығыз байланыста ауызбіршілікте болыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Міржақып Дулатұлы алғашқы роман жазған қаламгер. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. Балалар, енді біз қазір сендермен топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыс, постермен жұмыс. Бірінші топқа Міржақып Дулатовтың шығармашылығы, екінші топқа өмірі, үшінші және төртінші топқа Бақытсыз Жамал романындағы негізгі түйіндерді жасап шығасыңдар, орындайсыңдар. Түсінікті ғой? Содан кейін әрқайсың әр топ ортаға шығып өздерінің жұмыстарын қорғайды. Жақсы, жұмысқа кірісеміз. Сендерге 3-4 минут уақыт беремін. Міржақып Дулатов 1855 жылы дүниеге келіп, 1935 жылы дүниеден қайтты.
өнер мектебін оқиды. Осылайша қазақ балаларына білім береді. Міржақып Дулатов Алаш ұйымын ашқан, Алаш партиясын ашқан. Міржақып Дулатов Ахмет Байтұрсынұлымен бірге алғашқы қазақ газетін шығарған. Міржақып Дулатұлы әрқашан қазақ деп жүрегі соққан адам. Сол себепті қазақ деп жүргеннен кейін оны КСРО-да жазалы деп санап, оны өлім жазасына кеседі, бірақ содан соң өлім жазасын 10 жыл абақтыда отыруға ауыстырады. Содан соң 1935 жылы оны лагерде қайтыс болады. Міржақыптың «Оян қазақ» атты деген кітабы Қазан қаласы 1909 жылы шығарылды. Десек те ол шығармашылығына көбінесе қараған Азамат 1913 жылы, Саумал Жебет 1910 жылы, ал Тербе 1915 жылы атты кітаптары шықты. Оның «Балқия» деген шығармасы 1922 жылы Орынбор қаласында шыққан. Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» деген кітап 1909 жылы Қазан қаласында басылып шыққан, және де оны көбіне жастар сұранысқа ие болған кітап, және де сол сұранысқа шыққаннан кейін тағы да 1914 жылы қайта басылып шықты. Бірақ ол әміршіл әкімшіл билігіне ұнаған жоқ. Сол үшін Міржақып Дулатовты бірнеше рет түрмеге жапқан. Және де оның «Бақытсыз жамал» деген кітабы 20-ші жылдары қазақ әдебиетінде табысы көп болған. 1913 жылы Орынбор қаласында Ахмет Байтұрсынұлы екеуі қазақ газетін шығарды. 1910 жылы қазіргі басылған «Бақытсыз жамал» қазақтың тұңғыш романы болып есептеледі. Яғни романның жазушы сол роман арқылы сол қазақ кезінде сол бұрынғы қазақтың, яғни қазақ қыздары бұрын қалың малға сатып кеткен жайлы сол заманның ащы трагедиясын әшкерелеген болатын. Яғни көзі ашық оқыған жамал қыз, яғни бір әкесі оны қалың малға беріп жібереді. Сондықтан оның өмірі өкінішпен өткен болатын. Бұл трагедиялық оқиға, яғни Бақытсыз жамалдың өліміне әкеліп соғады. Сәрсенбай өзінің Құдайда сұрап алған жалғыз қызын қалың малға сатады. Осы романның басты кейіпкері Жамал Мерғали өз замандарының озық кейіпкерлері ретінде танылады. Соның бір көрінісі екеуінің де ескі салт-дәстүрмен күресуі. Сонымен қоса олардың әңгімеде жазылған хаттары мен өлеңдері олардың ақындығы мен ақылдылығын, білімділігін көрсетеді. Жақсы. Бақытсыз жамал 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің табысы. Өте жақсы. Бақытсыз жамал 1910 жылы жазылған роман болып есептелінеді. Проза үлгісінде жазылғандықтан ішінде өлеңдері де болады. Жамал бұл романның басты кейіпкері. Ол өте жаман жағдайға түскен қыз. Оның әкесі өзі сүймейтін жанға тұрмысқа береді, және де ол Фалимен бірге қашып кетеді. Ал Сәрсенбай ол Жамалдың әкесі. Ол өз қызын қалың малға сатқан. Бір бай адамға қалың малға сатқан. Ғали ол өте қарапайым жігіт, және орта бойлы, сабырлы, және Сәрсенбектің баласы, және Жамалдың Жақсы. Жарайды. Жақсы балалар, енді қазір кері байланысқа кезек келді. Алдыларында стикер жатыр, сол стикерге бүгінгі сабақта не білдіңдер? Болашақта алдымыздағы сабақта не білгілерің келеді? Және өздерің бұған дейін Міржақып Дулатов туралы жазып, мына жердегі смайликтерге алып келіп жапсырамыз.